Сәлем достар. Қазақ Story арнасына қош келдіңіздер. Біздің каналда күнделікті әулет құпиясы сериалының бөлімдері шығады. Видеоны өткізіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. 5 серия Тахирдің ауруханаға түсуімен және Тахирді жаралаған Мелек деп айыпталуынан басталады. Полициялар Мелекті тұтқындауға келеді. Доған барынша қарындасын қорғап, тұтқындамауды өтінеді. Мелектің кінәлі емес екендігін айтып, шын мәнінде кінәлі Бихрам екенін айтады. Полициялар Мелекті тұтқындамақшы болғанба, Мелек бірден жоғалып кетеді. Бәрі Мелекті іздеуге көшеді. Оған Гүлүсанды жұбатып қолдау береді. Мұны көрген Синан отбасының мәселесін өзі шешетінін айтып, Доғанға араласпауын айтады. Чагла аурухана сыртында Бихрамға хабарласып жатады. Доған Чагланы көріп Мелек туралы сөйлесіп, ұрысып жатқанда күдікті бір адамды кездестіріп қалады. Ол жедел жәрдем қызметкерін Бихрамдың адамы екенін есіне алады. Және сразу оның ізіне түседі. Бұл уақытта Сифаның өз қалыңдығын жанында болмай қашып кетеді. Доған ақыр соңында жедел жәрдем көлігін қуып жетіп ішін тексереді. Ішінде Мелек бол керек деп ойлағанымен, Мелек бұл көлікте емес басқа көлікте есінен танып жатқан болатын. Доған ашуланып Мелектің қайда екенін сұрайды. Жауап алмаған соң Бихрамның өзіне аттанады. Бихрам басында Мелекті ұрлағанын мойындамайды, бірақ Доған ұрып қорқытқан соң мойындайды. Бірақ оған Мелекті Синан ұрлап алып кет деп бұйрық берді деп айтады. Доған бұл сөзге сеніп Синанмен сөйлесуге бара жатады. Бұл кезде Чагла Доғанға Бихрамды ұрып соққаны дұрыс еместігін айтып, екеуінің арасында тағы да келіспеушілік туындайды. Чагла Доғанмен бір көлікке отырмай, Бихрамның жанына қайта келеді. Бихрамнан Мелектің ісіне қатысы бар ма жоқ па сұрайды. Бихрам 2 сағат бұрын Синанмен сөйлескенін айтады және оның кінәсі жоқ екенін айтады. Бихрам Чаглаға оған сенуін айтып, осыдан 10 жыл алдын Чаглаға анасы қайтыс болғанда келіп көмектескенін, Чагланы өз туған қарындасыдай көретінін айтады. Шынымен де Чагла мен Бихрам бір-біріне туысқан болып келеді. Мелек өз-өзіне келіп өзіні қайда тап болғанын түсінбей қалады. Бихрамның адамы оған дөрекі сөйлеп қорқытады. Доған бұл кезде Синанмен сөйлесуге ауруханаға келгенде, бір топ адам оны қарсы алады. Барлығы Тахирдің жаралануына кім кінәлі екенін сұрайды. Синан да жұрт алдына шығып, кінәлі кім болса да оны аямайтынын айтады. Доған бір топ адамды үйлеріне қайтуды сұрайды. Доған Синанмен сөйлесе алмайды. Бірақ тәтелеріне Мелекті Синан ұрлап кеткенін айтып, Мелекті бір ауыздан үйге қайтарайық дейді. Ол өзінің 25 жыл алдыңғы естелігін айтып, өз әкесі Тахирдің қандай қатал екенін, Синандың да солай қателік жасауына жол бермей керектігін түсіндіреді. Серия соңында Доғанды прокурор шақырады. Осылайша әулет құпиясының 5 сериясы аяқталады. Келесі серия тез арада шыққанын қаласаңыз лайк басып каналға тіркеліңіз. Келесі көріскенше.